Аллах акбар. Досым, ертең ораза басталады. Рамазан айы да келіп жетті. Ораза ұстауға ниеттеніп жүрсің бе? Ораза қой жоқ, ондай оразаға ниет етіп жүр. Оразаны ұстау үшін бір шыдамдық керек қой. Бізде темекі тартамыз, қарын ашады, бәрі ойыншық қылып істеу оразаны. Ораза деген сен сияқты намаз оқитындарын ұстайтын ғой, досым. Олай деме. Мұсылманға намаз оқу да, ораза ұстау да парыз. Одан да сен ертең менімен таңда тұрып, сәресін іш, ниет ет. Темекін қойып кету керек бады ода онда да. Бірінші ниетіңді дұрыс. Темекі қою үшін емес, Алла разылығы үшін ұста. Жақсы, онда бұйырса ертең таңда оятшы да онда мен да. Жарайды, уайымдама, оятам досым. Алланың уәдесі сыйлайды үміт, ішейін сәресі. Таң атпай тұрып ораза күттім сені, жыл бойы сағынып. Сосын мен пышағыма кеспеңдерші. Burada abla, Azizler abla. Burada. Azizler abla. Ассаламу алейкум. Уағалейкум ассалам, қалайсың? Аллаға шүкір, өздерің қалайсыңдар? Шүкір. Бүгін жұмысқа кешігіп келдің ғой? Жаңа пробкаға тұрып қалдым. Ай, сен де. Маған ысып кеткенін айтамын да. Ораза ұстап жүрген жоқсың ба не? Ой, қырс. Айтам ораза. Ораза біздің ұстайтын жұмыс емес қой. Оразаны ұстайтын адамдар үйде жату керек ол деген. Біздің жұмыс қайта жеңіл. Ана қайнаған ыстықтың ортасында металлург болып темір балқытып жүрсе де ораза ұстауды парызым деп санап, Алла разылығы үшін ұстап жүрген ораза тұтушыларды білесің бе? Оларды білемін. Сосын ораза ұстаған адамның көзінше су ішкенің дұрыс болмады. Барынша келесе қайталамайсың ғой, Сен де адамды ойландырып тастадың ғой. Енді ертеңнен бастап ораза ұстай берсем болады ма? Әрине болады. Тек келесі Рамазанға дейін қарызыңды өтейсің бір күн. Жарайсың, бауырым. Қандай дейін? Алла разы болсын саған. Бага аптечку иш. Сөйерге дақтырып кет, сөйер етісті. Макс? 4X. Макс? Не? Бағадан бері әлі жатсың ба? Тұр. Ауыз ашар, тамақ дайындаймыз. Макс? Қазір. Макс дейм жүр. Тәуба. Давайте. Ана үйде тамақ жоқ па не?
اللهم لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت وصوم الغد من شهر رمضان نويت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. Бірінші құрмамен ашсайшы. Құрмамен ашы сумен аузыңда. Ал, тамақ ішіп болдық. Енді істейсің? Мешітке кеттік. Тарауих намазын жамағатпен бірге оқиық. Мен бармайтын бармай аққа. Жарайды. Аллахым бара бер. Жиыстыра саласың, ә? Болды. Алло, досым қалай жағдай? Менде сол пайдет, жақсы. Ораза ұстап сол. Қиын дегенде ондай қиын емес, нормально пайдет, барады екен жоқ. Чау, өзің қайдасың? Кешке? Болады кешке, чатам. Все. Онда бұйырса көрсеміз. На связи, а? Давай. Нұрбек. Мен неге сәресіне өтпен? Қайта ояттым. Өзің тұрмадың. Енді тамақ шебірме болмасын да? Негіз сәресінде береке бар. Егер ішпей, немесе ұйықтап қалсаң, тамақ ішпестен жалғастырып кетуің болады. Солай ма? Бол. Макс. Руся, мені атып атыр, болшы. Макс. Руся, құлап тап деді, бол. Макс. Руся, болшыш. Макс. Макс. Ай, кәң бара. Не ол? Досым, бұлай күні бойы телефон ойнап кешке көше қаңғырып кететін болсаң, дұрыс ораза болмайды. Одан сен білім ал, кітап оқы, мешітке бар. Нұрбек, адам берекетін алмаш. Осы сен үшін оразаны ұстап жүрмін бар ғой. Атак маған түкке де керек емес. Қарынаш өлейін де жүрсің ба? Үйде дымда тамақ жоқ. Сен оразаның қандай екенін әлі дұрыс түсінбепсің. Саған барынша түсіндіріп ескерттім, ары қарай өзің біл. Сәл шыда, сабыр қыл. Ауыз ашар аз. Нұрбек, оразаңда, намазыңда өзіңе түсіндің бе? Досым ай. Уағалейкум ассалам. Ана, су ішіңіз. Рахмет, Алла разы болсын. Жоқ, мен ораза едім балам. Ораза? Иә. Бұны түріңізді құры ұстап жүрсің, аға? Енді
әрбір мұсылманның ораза ұстау парызы. Ендеше неге ұстамасқа? Сен менің мына мүгедек түріме қарап таңғалма. Енді кезінде сен сияқты аяқ қолым мықты жігіт болған. Иә, міне Алла тағаланың бізге берген нығметін кезінде сезбеппіз. Кезінде бізде арақ ішіп, темекі тартып көше қыдырып жүрдік. Енді міне Алла тағаланың нығметімен намаз оқып, ораза ұстап жүрміз. Анау бір жол апаты болмаса, мынандай мүгедек болмас едім. Өткенімді қайтара алмайтыным өкінем. Иә, сен де өткенің өкінбес үшін намаз оқып, ораза ұста. Айтпақшы, өзің аузың берік пе? Иә, берік. Алла тағала разы болсын айналайын. Иә. Бәйбіше, тамақтардың бәрін алдың ба? Алдым бәрін. Көпке шықтың ғой? Иә, іште шерет көп екен, тұрып қалдым. Мына баланың телефон нөмірін жазбаш? Жарик жазып. Оны не керек? Келесі жолы біздің үйге ауыз ашарға келесің. Достарың болса ала кел. Жоқ, айналайын, сауап болады дейін, сауап болады. Жазып берем. Иә. Жазып берем. Есімің кім? Мақсат болады дейсің. Мақсат, жазып қойайын Мақсат. Жақсы онда ағай. Ал жақсы, жолың болсын айналайын. Жақсы, рахмет аға. Жақсы, сау. Не ол? Одан сен білім ал, кітап оқы, мешітке бар. Сен үшін оразаны ұстап жүрмін бар ғой. Атак маған түкке де керек емес. Оразаң да, намазың да өзіңе түсіндің бе? Нұрбек, бауырым, кешірші мен. Шын айтайын, мен саған қатты сөйлеп қойған өкініп тұрмын, бауырым. Саған не болған білмеймін, бірақ Алла тағала сені тәубеңе келтірді. Менікі дұрыс емес. Кешірші, бауырым. Намаз оқуды үйретші. Жүр, кеттік. Ораза ашарға дайындалайық. Ой, мешітке кеттім. Мен де бірге барам. Жүр. Алло? Ассалаумағалейкум. Аға, таныттым. Ұмытқан жоқпын. Бұйырса, ертең, бұйырса, Алла қаласа. Жақсы, рахмет, сау болыңыз. Кім? Саған айтты ғой кеше, мені бір аға ауыз ашарға шақырды деп. Сол кісі ертең шақырып отыр ауыз ашарға. Екеуміз барып кетейік бірге. Жарайды. Бол. Кіріңдер. Мақсаттар ғой, Мақсат. Апа, сізге.
Келіңдер. Төрлет. Уағалейкумассалам. Ассалаумағалейкум. Төрлет. Қош келіпсіздер. Ассалаумағалейкум. Іштеріңіз аман. Рахмет. Отырыңдар. Үйде мынандай батырыңыз бар екен. Немерем ғой. Люкана. Есімің кім? Әли. Мұхаммед Али сияқты чемпион бол. Бұйырса. اللهم لك سنة وبك آمنا وعلى رزقك أفطرنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله şükürlük sağan keldim meni Ramazan bu qasiyetim olayda halkım kabul bolsun ustagan orazan Жиналсын туған туыс достар тағы да бас қосып ауыз ашар ақтастар ханында бір жылда саулап бір төгілетін еселеп берілетін сауаптан бұлай да кеш қалма Құдайдың құдіретінде шек жоқ қой. Таңертең мына сәресіден кейін қарным ашып, шөлдейін бе деп ойлап едім. Міне қазір ауыз ашқаннан кейін бір сумен кішкентай құрмаға соншама тойып қалды. Ата, мен де бүгін шөлдеген жоқ. Ой, айналайын. Сен де ораза ұстаушысың? Жасың нешеде? 9 жасқа. Ораза ұстаудың үлкен кішіге бәрі бір ұстай беруге болады ғой. Дұрыс айтасыз. Оның артықшылығы жоқ. Чай алыңдар, чай алыңдар. Ата, менің мына бір сұрағым бар еді сізге. Сұрасам ба деймін. Сұра. Жалпы мына ораза кезде аузы берік адам егер білместікпен тамақ ішіп қойса, онда қалай болады ол? Ораза білместікпен ішіп қойсаң, жеп қойсаң, онда Құдайдың Алла тағаланың өзі сені тамақтандырғаны. Ол оразаны бұзбайды. Бұзбайды ғой? Қорықпай. Білместікпен болса болды. Чай алып отырыңдар. Ашығып таңдай құрғатып ауыз ашу бір бақыт шын қуанышпен қарсы алар әрбір мұсылманға бағалы бұл уақыт Я Алла шүкірлік саған келді міне Рамазан бұл қасиетім олайда халқым қабыл болсын ұстаған оразан ұстаған оразан